Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз кеңістіктегі өте маңызды ұғымды қарастырамыз. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз жазық фигураның жазықтыққа ортогонал проекциясы және оның ауданы. Бұл тақырып әсіресе геометрия мен сызу және архитектурада маңызды. Ендеше біз бірінші анықтамасына тоқталып өтсек, ортогонал проекция фигураның барлық нүктелеріне жазықтыққа перпендикуляр түсіру арқылы алынған бейне дейді. Яғни мына үшбұрышты көріп тұрмыз. Төбесіне көлеңке түсіріп алайық. Сол кезде бізде мынандай кескінді береді екен, яғни жазықтыққа түсіріп тұр H деген. Дәл солай H жазықтығына бұрышты түсірдік. Мына нүктесіне мына нүктеге түсті. Осылайша осындай кескін, яғни бейне аламыз. Осы суретте де дәл солай. Енді мына суретке қарайық. Бізде альфа жазықтығы және пи жазықтығы берілген. Біз алдыңғы сабақта айтып өттік қой, екі жазықтық бірін-бірінде тұрған дейді. Яғни ешқандай қиылыспаса, онда бізде ол параллель болады дедік. Ал мынау L бізде түзуі түсірілген. Бұл альфаны да пиді де қиып өтіп тұр. Демек бұл альфа жазықтығына, яғни L түзуі перпендикуляр. Дәл солай пиге де перпендикуляр болады. Енді бізде А, яғни жазықтығында А және Б түзуі көрсетіліп тұр. Және F. Яғни осыдан көлеңкесі түсіру арқылы біз А штрих, В штрих және F штрихті аламыз. Енді берілген фигура дейді мына. Біздің берілген фигурамыз үш бұрыш А, В, С. Ал мынау сызықтарымыздың проекциялық сәуле түсті. Және бізден проекция пайда болды. А1, Б1, С1 деген. Яғни мынау біздің проекцияның жазықтығы. Осы альфа жазықтығы. Енді мына жердегі үшбұрышқа қарайық. Біз жаңа айтқым, мына нүктесіне қарай түсті. Осылай көлеңке түсіру арқылы қисайып тұр ғой. Қисайған жағдайында кішіректеу болады екен. Ал дәл солай мына призманы қараймыз. Призмада мынандай кескін пайда болды. Альфа жазықтығына түсірілген кескіні. Енді аудандар қатынасы. Аудандар қатынасында біздің негізгі формуламыз бар. Ол мына формула. Бұл формулада SP деп тұрғанымыз проекция. Ал мынау S дегеніміз аудан. Яғни ауданның, яғни проекцияның ауданы және аудан. Оған көбейтілген косинус альфа. Егер біздің альфамыз 0 градусқа тең болған жағдайда, косинусымыз білеміз 0 болған кезде бізде 1-ге тең болады. Осылайша біздің аудандар қатынасымыз ешқандай өзгеріссіз қалады екен. Осыған есептер шығарсақ, А нүктесінен берілген жазықтыққа А штрих перпендикуляр және АБ көлбеуі жүргізілген дейді. Егер АБ тең 37 см, А штрих тең 35 см болса, онда АБ кесіндісінің ортогонал проекциясын табыңдар дейді. Ендеше мынау біздің альфа жазықтығымыз болсын. Осыған белгілеп алайық. Мына жерді А, мына жерді А штрих, мына жерді Б деп алайық. Енді біздің АБ 37 дейді. А штрихіміз 35 дейді. Бізге мына жерді тап деп тұр. Алдыңғы сабақты өткенімізде 3 перпендикуляр теоремасы. Біз А, В перпендикуляр А штрихқа деп айттық емес па? Енді осы кезде бізде мына жер таппай тұрмыз. Тік төртбұрышты үшбұрыш болған жағдайда Пифагор теоремасын қолданамыз дедік. Ендеше Пифагор теоремасына сай А штрих В тең түбір асты А, В квадрат минус А штрих квадрат. Осы түбірді жабамыз. Енді орындарына қоямыз. А штрих В тең түбір асты 37 квадраты минус 35-тің квадраты. Енді осыларды квадраттайық. Түбір астында 37-нің квадраты 1369 болады екен. Азайтамыз 35-тің квадратынан 1225 болады екен. Енді осының түбірдің астына алып, бірін-бірінен азайтқан кезде бізде 144 шығады екен. Бізде 144 ол 12-нің квадраты, яғни 12 болады екен. Демек біздің жауабымыз А штрих және Б бізде 12 сантиметрге тең болады екен. Енді екінші есеп.
Екінші есепте АВС үшбұрышының ауданы 12 сантиметрге тең дейді. Осы үшбұрыштың А жазықтығына, яғни альфа жазықтығына мына жазықтық қайтып тұр. Ортогонал проекциясының ауданы 6 түбір асты 3 сантиметр квадратқа тең болу үшін ол альфа жазықтығына қандай бұрышпен көлбеу түсіру керек дейді. Мінекей біздің сызбамыз берілген. Осы сызбамызды енді белгілеп алайық. Мына жерді А дейік, мына жерді Е дейік, мына жерді В дейік, мына жерді Д дейік. Білетінде мына жеріміз біздің тіктөртбұрыш, дәл солай мына жер тіктөртбұрыш. Ал енді мына жерді біз фи бұрышы деп алайық. Бізге осы жерді тап деп жатыр. Ал мына бетін А, мына жағы А, С-тен 12 сантиметр дейді. С проекцияны 6 түбір асты 3 сантиметр квадрат дейді. Квадратта. Ендеше осының бізде табуымыз қажет. Табу керек фимені. Жаңағы біздің формуламыз бар ғой, сол формулаға саламыз. С проекция S көбейтілген косинус альфа, яғни бұл бізде бұл жерде фи болып тұр. Бұл жерде мына фиді табуымыз қажет. Демек, мына бетке өткіземіз. Косинус фи мен бөлшек астында S, үстінде SN болады. Енді орындарына қойып шығайық. S 12, SN 6, түбір асты 3. Демек, бізде мына мен екеу қысқарып кетіп, түбір асты 3, 2. Демек, косинус фи түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Ал бізде косинус түбір асты 3 бөлінген 2 болған кезде ол 30 градусқа тең болған жағдайда болады екен. Ендеше біздің мына жердегі фиіміз 30 градусқа тең. Жауабы фи тең 30 градусқа тең. Ендеше тағы бір есеп шығарайық. Үшінші есеп А, В, С түзулері бір түзудің бойында орналасқан дейді. Демек ол бізде А, В, С және А штрих, В штрих, С штрих ортогонал проекциясы, яғни мына проекция түсіріліп тұр. Мына жерде А штрих, В штрих, С штрих. Сәйкесінше проекциялары, яғни А, В тең 5-ке дейді. Мына арал бізде 5-ке тең. В, С бізде 10-ға тең. А штрих, С штрих мына аралығы, яғни 12-ке тең. Демек, 12 минус Х болады. Енді бізде А штрих, В және В штрих және С штрих кесінділердің ұзындықтарын табыңдар дейді. Енді мына жерді де белгілеп алайық. Жер Х болады. А, Б 5-ке, В, С 10-ға, А, С штрих 12-ке. Табуымыз керек. А, В штрихты, В, С штрихты. Сызамыз үстіне 5, астына 10 тең бөлшек Х астына 12 минус Х болады. Осыларды мынаған наны проекция жасаймыз. Яғни 5, тақшаның ішінде 12 минус Х тең 10 көбейтілген Х. Бізде 5 пен 12-ні көбейткенде 6 минус 5Х тең 10Х. 10Х қосылған 5Х тең 60. Осылайша бізде 15Х тең 60. Х тең 60 бөлінген 15. Х тең 4 болады. Х деп тұрған жеріміз мына жер. Яғни А штрих, В штрих 4-ке тең. Енді осы Х-тегі санды алып, біз мына жерге қоямыз. Яғни В штрих, С штрих 12 минус Х-ға тең. Демек, В, С штрихтар 12 минус 4-ке тең. В штрих, С штрих тең болады 8-ге. Демек, біз енді жауаптарын таптық. Жауабы В штрих 8-ге тең болса, А штрих, В штрих
4-ке тең болады екен. Проекцияны былай түсінсек болады. Күн төбеден түсіп тұр деп елестетейік. Яғни фигураның көлеңкесі бұл оның проекциясы болып табылады. Көлеңке, яғни егер фигура жазықтыққа тік тұрса, проекция кішірейеді. Ал егер жатса, проекция еш өзгермейді. Демек, проекция бұл көлеңке сияқты. Ал бұрыш артқан сайын аудан кішірейе береді. Яғни косинус сол арқылы өзгере береді екен. Формулаларды қайталап жаттап аламыз. Алдағы уақыттағы есептерде керек болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.